Баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода наурыз көже дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың тізімін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Ең алдымен етімізді тазалап, жуып, ыдысымызға салып, үстіне салқын су құйып, қайнататын боламыз. Менде бұл жылқының сүр еті. Үстіне бір ас қасық тұз қостым. Және суым қайнағаннан кейін барлық көбіктерін алып тастаймыз. Көбігін алып тастағаннан кейін 2 пиязды салып, астын жай отқа қойып, 2 сағат көлемінде етімізді пісіріп аламыз. Бұл жерде наурыз көжеге қосатын дәнді дақылдар, кез келген дәнді дақылдың түрін қосуға болады. Ұзақ пісетін жүгері, арпа секілді дәнді дақылдарды алдын ала суға салып қоямыз. Сол кезде жылдам пісетін болады, өзінің бойына су сіңіріп тұрады. Енді әрқайсысы дәнді дақылдарымызды бөлек-бөлек суда пісіріп аламыз. Қайнатамыз, қайнағаннан кейін шыққан көбіктері болса алып тастаймыз және дәміне қарай тұз қосамыз. Әрқайсысының пісу уақыты әртүрлі болады. Мысалға, тары тез піседі. Қалған дәнді дақылдарды ұзағырақ қайнатамыз. Және мен осы наурыз көжеге қолдан жайып қамыр салатын боламын. Ол үшін 2 жұмыртқаға 100 грамм су және 1 шай қасық тұз қосам. Үстіне ұн салып, қатты қамыр елеп аламын. Қамырды жарты сағатқа тындырып қоямын. Құрттың үстіне қайнап тұрған сорпадан 2 ожау құйып, бетін жауып бұқтырып қоямын. Құртымыз жібіп тұруы керек. Етіміз пісіп дайын болғаннан кейін бөлек сүзіп аламыз. Сорпасын сүзгіден өткізіп аламыз. Сүзгіден өткізген сорпамыз мөлдір болады. Сонымен қатар жаңағы сүйектен түсіп кеткен сүйектің қалдықтары болса, барлығы сүзгіде қалатын болады. Суып тұрған етімізді турап дайындап қоямыз. Сорпамызды қайнатып алып, үстіне дәнді дақылдарымызды қосамыз. Алдын ала пісіріп дайындап алған сары жүгеріні салдым. Және бұл бізде бидай. Ақ жүгері қостым. Және алдын ала пісіріп дайындап алған арпамызды саламыз. Барлығын араластырып қайнағанша күтеміз. Қамырымды жұқартып жайып алдым. Енді оны кеспе етіп кесіп шығамыз. Наурыз көжеге қамыр көп қосылмайды. Сондықтан да осы дайындап алған қамырдың 5-тен 1-ін, тіпті 6-дан 1-ін ғана қоссақ жеткілікті. Сорпамыз қайнағаннан кейін үстіне қамырымызды қосып, қамырымыз піскенше қайнатамыз. Қамырымыз піскеннен кейін бірден дайындап алған, пісіріп дайындап қойған тарымызды қосамыз. Араластырып отырып, үстіне турап дайындап алған етімізді қосамыз.
Жақсылап араластырамыз. Наурыз көжемізді енді осы бөлме температурасында суытып қоятын боламыз. Наурыз көженің үстіне қатықты айранды немесе құртты құйған кезде айранымыз іріп кетпес үшін суытып алғанымыз дұрыс. Мен жылдам суы үшін екіге бөліп алдым. Бір бөлігі суыған кезінде қазір айраны мен құртты қосып көрсететін боламын. Үстіне сорпа құйып бұқтырып қойған құрттарымызды осындай шанышқының көмегімен езіп аламыз. Көжеміздің үстіне дәміне қарай езілген құртымызды және айранымызды қосамыз. Қалауларыңызға байланысты қатықты да езіп қоссаңыздар болады. Егерде сұйықтау болғанын қаласаңыздар, айранын көбірек қоссаңыздар болады. Міне осымен наурыз көжеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Наурыз көже тек тағам емес, бұл қазақтың дәстүрі, ата-бабамыздан қалған асыл мұрамыз. Наурыз құтты болсын, баршаңызға молшылық, береке тілеймін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.